Ең бірінші зекет берілетін адамдар кімдер олар? Пақырлар. Пақыр деген қараңыздар. Пақыр деген кімнің 40 қойы болмаса, 30 сиыры болмаса, 5 түйесі болмаса, 85 грамм алтыны или сол мөлшердегі ақшасы. Яғни зекет парыз емес адам. Алхамдулилля, пақыр екенбіз деп қойсақ. Жыланның бізге қатысы жоқ екен деп қойсақ. Зекет кімге беріледі? Зекет былайға берілмейді ғой, болды. Былай и былай. Соларға берілмейді зекет. Туысқандарыма берсе бола ма дегенде шығып кетіп жатыр да, болады туысқандарға беруге. Былай деген не ол? Балама, немереме, шөбереме зекет беруге болмайды. Әкеме, атама беруге болмайды. Болмайды. Ренжіп қалатын болса, кедейдің кербездігінен сақтан дей ма қазақ? Ренжитін болса, егер бір көру керек та, егер сөйтіп ренжитін болса, онда бермей қою керек. Басқасына беру керек. Үйіне апарып беремін. Иә. Иә, бұл мен зекетінде үйіне апарып бересіз. Иннамас садақату лил фуқараи уәл масакин. Екіншісі міскіндер дейді. Міскіндер деген кім? 3 күндік тамағы бар адамдар, немесе 1 күндік тамағы бар болды. Осы сіңір шыққан адамдар да. Уәл масакин уәл амилина алейха дейді. Яғни зекет жинайтын адамдарға зекет берсе болады. Бірақ енді ол қазір жоқ. Бұрын ислам мемлекеттерінде біздің қазақтың даласында зекет жинайтын кісілер болған арнайы. Қазір біреуге барып зекетіңді бер десең, маңдайыңнан тебеді, сен неменің малымды есептеп жүрмедің деп. Құр кет бар дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл не қазір жоқ. Негізінде зекет жинайтын адамға зекеттен берсе болады. Жаңадан исламды қабылдаған өзге дін өкіліне зекет берсе болады. Бесіншісі, қарызға батқан кісілерге зекет берсе болады. Түсінікті ғой? Бесіншісі кім болды сонымен? Алтыншысы Алла жолындағылар. Алла жолындағылар деген кімдер? Алла жолындағылардың ең біріншісіне ғалымдар бізден нені қосады? Қажылыққа бара жатқан адамдарды қосады. Қажылыққа бара жатыр да, сәл жолда андай несі жетпей қалайын тұр да. Көріп тұрсың, жетіңкіремей тұр да ода. Зекетіңнен қосып жібересіз, анан қажылыққа жіберіп жібересіз да. Көрдіңіз ба? Сіз зекеттен де құтылған боласыз, и ананың қажылық өтегендігінің сауабын аласыз да, иншалла. Күшті, иә? Бұл алтыншысы. Алла жолы. Алла жолы бізде үшке бөлінеді. Конечно. Счетчик қой, бәрі счетчикке байланысты. Алла жолы үшке бөлінеді. Біріншісі қажылыққа бара жатқандар, екіншісі отанын қорғауға, соғысқа кетіп бара жатқан адамдар. Немесе дінін қорғауға. Енді ол қазір жоқ қой ол нәрсе. Үшіншісі Алла жолында ілім алып жатқандар. Түсінікті ғой, иә? Ілім алып жатқандар. Алла жолында медреселерде Құран жаттап жатқан, хадис жаттап жатқан шәкірттер бар ғой. Соларға алтыншысы, жетіншісі Ибн Сабил дейді. Ибн Сабил деген жолда қалып қойған кісі. Жолаушы. Жолаушы болғанда қалай? Ол былай. Мысалға мен Ақтөбеден келе жатырмын, пойызбен келе жатырмын да. Жолда Аралдан түстім. Бір Сарыағашқа бірдеңе алып алайын деп түстім да. Аралда 4-ақ минут тұрады пойыз. Мысалға Тальго-Мальго дегендер. Түстім, мен білмеймін неше минут тұратынын ше. Түстім, қалтамда 500 теңге бар да, Сарыағаш алдым. Қарасам пойыз жүріп кетті ғой. Каспиім, телефоным бәрі кетті пойызда. Не істеймін? Мен ақшам бар, мен баймын, зекет беретін адаммын өзім. Сөйттім де вокзалда жүрген біреуге айттым, мен жетіп алайын ана пойызға, жеткізіп, елге дейін жеткізіп жібер дедім. Сөйтті, жолда бір кездесті де, как раз мен зекетімді берейін деп жүретім дейді ғой. Соны еліне жетіп алғанға дейін, мысалы 50 мың, 100 мың ба, соны берсе, ана адамның бергені де, ананың алғаны да дұрыс болып есептеледі.